Сәлем баршаңызға. Біз бүгін осындай өте дәмді болып шығатын, қытырлақ болып шығатын вафли жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыз. Бізге қажетті заттар: бөлме температурасында сары май, ұн, жұмыртқа және де қант қажет болады. Алдымен ыдысымызға сары майымызды саламыз. Оның үстінен қантты салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Осылай миксермен жақсылап тұрып, миксерлеп аламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп, алдын ала дайындап аламыз. Мінекей, енді жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызды салып болғаннан кейін жақсылап тағы да миксерлейтін боламыз. Массамыз біркелкі болу керек. Осылай үзбей миксерлейміз. Енді үстінен електен өткізіп дайындаған ұнымызды аз-аздан қосатын боламыз. Мен ұнды екіге бөліп қостым. Осылай жақсылап миксерлеп аламыз. Барлық қажетті заттардың өлшемін видеоның астына описанияға жазып кетемін. Мінекей, осындай қоймалжың тесті шығады бізде. Қатты сұйық болмау керек, видеодағыдай болады. Енді бізге осындай вафельница қажет болады. Бір ас қасықтан вафельницаға құйып пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде вафельницаны алдын ала қыздырып алу керек. Мінекей, осылай пісіріп аламыз, және де өзіңіздің қалауыңызша әдемі қылып жасауға болады. Мен осындай трубочка қылып жасадым. Сіздер өз қалауларынша жасауға болады. Осылай барлығын пісіріп алатын боламыз. Шамамен менде 21-22 дана вафли шықты. Өте дәмді әрі қытырлақ болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз.